Ассалаумағалейкум, сіздермен Әлшер Келгенбай және бүгін бізде Сұрмерген жаттығу бізде алғашқы қонағымыз бізде Нұрбек Жаскинг. Білесіздер, кім білмейді, Жаскинг Қазақстандағы ең танымал блогерлардың бірі. Семейный блог түсіреді в основном. Бүгін және бізде Келгенбай Junior мен туған інім. Біз Сұрмерген жаттығуын бастаймыз. Және бізде тас қамал қақпашы Қарраш Руслан, лақабаты Нойер. Нойер ағылшыншасы, тесік қазақшасы. Лақабат Жаскинг сөздерінен өкінетті. Жаскинг сізде? Жаскинг, да? Жаскинг сізде? Келгенбай Junior, бізде Келгенбай. Бізде алғашқы упражнениялар бастаймыз. Жалпы бұл Нұрбек біздің Сұрмерген жаттығуы. Мен мысалы байқаймда Қазақстандан андай, Қазақстанда емес, бүкіл әлемде андай бір мейнстрим болса деймін. Допустим, мысалы адамдар қол босаған кезде кальянға барады, баняға барады деген сияқты. А почему не футбольная тренировка? Мысалы келдің осылай вратарь бар, доп бар, короче, келдің, потренировался, ушел, мысалы. И бір жағынан, спотел, и спортом занялся, и бір жағынан бала күнгі арманды ояту, имеется в виду, футболмен заниматься. Тут, мысалы, қатты травма опасный емес қой, келдің, отработка. И осындай идея жалпы. Давай, енді бізде бүйтіп арнайы бір ешқандай дайындық жоқ, келдік, от души доптарды тептік, и потом штрафной удар жасадық, челлендж жасадық, и сөйтіп уақытымызды от души өткіздік. Все, онда көп созбаймыз, кеттік па, бастаймыз тренировканы. Готовь свою копку. По-любому, гол соққан жерді ана саламыз ғой, давай. Давай, тащи. Время тревелочку положить. Ана қалай дедік? Тесік бет? Тесік қазақшасы. Авария. Что там? Жүрдің ба? Зырық. Қесікте жүрдің. Дистанс қыну. Ай. Обманка, что за обманка? Ой-ой-ой-ой-ой. Ауыр. Ой, жақсы. Ой!
Давай, Джуниор. Джуниор. Ой! Тривела решает. Что если Роберто Карлос был бы пацан? Что если Роберто Карлос был бы пацан? Үй, жақсы, жақсы. Тұрасың да олай? Бит, качай кетесің да? Тұрасына жеткісін. Хорошо екен. Талдан. 96 минутта, короче. 96 минутта, последняя, 92 минута, последняя минута, давай, решающий. Üt. Обманка. Давай. Ой! Міне мынау. Фон болса да ұстай қойды. Қошет аяғы деді май. Ай, оп. Это обманка была. Мына удар енді. Мынау енді райстың удары міне. Мынау енді классика жанрға дейін. Тұрасында бит. Братар, вообще ұйқы болып еді. Ұйқы болды. Он прочитал бы. Типа, я туда ударю, да? Ай-яй-яй. Моя тема. Ой, Джумон. Ой! Где была такие скорость? Через раз. Давай. Хорош. Жақсы. Деген удар. Кеттік па, давай. Айбо! Прочитал, әңгесі. Енді шынымен бір удар, соңғы бір әдемі бір удармен ұстап жедік, сонымен болды, ә? Бүйтіп тұрасында бұлаймен. Сихыр удар, көрдіңдер, ә? Братан, болмай, басқаны қалыса берейік. Қалма, братан. Ұйқы деп атсақ бұл. Бар, Сидеть. Хорош, не смешно.
Просто это называется срыв девственности. Девятка деген жазудың д деген әрпіне тиді ғой жаңа удар. Ал, давай. Айтып соққысын. Жаскин бранеп жатыр, және де соққы! Месси деген, ja? Анкара. Ай-яй-яй-яй. Братик добил, старший брат засадил нас. И сон, Муся, у меня брат есть, тоже ничего такого. Застрял нас стиральная машина, болды. Ал, кет. Не получается. Тревелочка отключилась. Ой-яй-яй-яй-яй. Кетті? Сондай даже дайындалудың қажеті жоқ па? Мен Қандай еді? Ай-яй-яй-яй-яй. Роберто Карлос, если оңақай болған кезде деген удар. Ай-яй-яй. Нұрбек, Давай, Муси. Ай. Давайте, последний удар. Да, по финалочке, последний удар. Давай, последний. Чing-чing-чing. Красиво. Андай. Тун-тун-тун деп, сұғыр деп жүрсіңдер. Андай, леп беріксін қойдыр берейік. Хоп, тегіземіз да бет. Шықпай қалады осындай кезде бар. Чисто бомбардиро, Муся, крокодило. Ай-яй-яй-яй-яй. Шару керек қаптан бра. Хорош, давай, ондай. Давай, он отжимай. Ой! Хорош! Бір гол бар. Үшеуміз бір голдан соғайық давай. Конечно. Бар. Мынау үшіншісі. Үшіншісі, что там? Не болды? Үш удардан екі гол береміз. Сегіз. 10, 11. Bitti mi? Yok, tıkıdık. Cahit yaparım da ya. Dinleyin. Давай. Хорош. Раскинь, бір гол соғу керек. Смело, давай. 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17. Ал осымен біздің сұрмерген жаттығуымыз аяқталды. Бүгін қалай жігіттер, ұнады ма? Кайф. Так, бүгін біраз ударларды отработка жасадық, плюс қаншама девяткаға біраз өрмекшінің торлары жабысып қапты, солардың бәрін шығарып, короче,
Тап-таза қылдық қой. Арғы девяткасында, бергі девяткасында, короче. Д деген девятканың Д әріпі түсіп қалды ана жерде. Деп айтып ба? Қалай, Нұрбек, ұнады ма сізге? Кайф. Понравилось, да. С разных точек побили. Стенкамен теуіп көрдік тоже. Неше түрлі әдемі голдар кірді. Маған ұнады. Тема, иә. Енді негізінде сәл бір нәрсе жетіспейді, тренер ғана жетіспейді, чтобы мысалы келіп андай әдемі упражнениялар болса, которые вот реально көмектесетін ше. Соған қандай ойыңыз? Зачем тренер, когда есть Алишер Келгенбай? Не дейді қырсын? Зачем тренер? Или кішкене дайындалып керек. Сіздерге қалай, ұнады ма өзі? Тема болды, жақсы болды. Өте жүз ударлар тебілді. Адыршы тесілдім десе. Қазір по-любому только гол кіргендер ғана салынады бұл жерде. Алып шыққандары салынбайды по-любому. Сол үшін алып шыққан моменттерді бөлек бір хайлайтс қылып жасап қойыңыз, жарай ма? Сізге шаным? Вратарь тестік адышы. Үшеуде бөліп шыққан маған. Девяткаларын қойып бердік. Болды, осымен сіздерге ұнады деген ойдамыз. Осындай Сұрмерген тренировкасына қатысқандарыңыз келсе, описаниеде ссылка болады. Сол ссылкаға өтіп, Telegram каналынан тіркеліп, біздің келесі жаттығуларымызға келсеңіздер болады. Келіп, осындай міне футбол тастап кетсеңіз, немесе осындай допты тепкенде жақсы көретін болсаңыз, либо көріп отырып, мыналар ағаш қой деп өзінше болып отсаңыз, конкретно осы жерге келіңіз, көрейік мықты тебетіңізді. Сол сіздермен болған Алишер Келгенбай, және де Just King, және де бізде Келгенбай Junior и Тесік деп айтайық. Новый ат қояйық, қандай ат қоямыз? Кім? Білмеймін ғой, қоярым. Медвежонок десең, жеткен жоқсыз енді. Бір ат қою керек бұл жігітке. Комментария жазып кетті. Тасқамал деп қояйық та, Тасқамал деп. Тасбақа. Тасқамал біздің қақпашымыз, бізде Руслан болды. Көп рахмет. Просмотр көп жинасын. Сол үшін жігіттер, каналға лайк, подписка жасайық. И давайте өздеріңіз ойларыңыз жазып кетіңіздер. Не қосайық, қандай қызықтар қосайық. Бәлкім, может быть, давайте там инстаграмға комментарий жазғандардың ішінен бір адамды осы жерге біз шақырып алсақ та болады. Сол себепті инстаграмға да кіріп, осы рилсына, короче, достарыңызды отмечать етіңіз, бізге подписаться етіңіз. Болды, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.